Сегіз көз бен құймышақ арасындағы байланыстарға келетін болсақ, сегіз көз құймышақ буыны, артикуляция сакрокосига. Бұл сегіз көздің 5-ші омыртқасы мен құймышақтың 1-ші омыртқаларының аралығындағы дискілердің өзара беттесуінің нәтижесінде құралған буын болып саналады. Бұл буынның бірнеше байламдары бар, сол байламдарына тоқтала кетсек. Мына жерде сагитальды кесіндісі берілген, дәл осы негізінен буынның бүйір қапталына қарай бізде латеральды байлам орналасады. Яғни лигаментум сакрокосигум латерали. Ол 5-ші сегіз көз омыртқаның көлденең өсіндісі мен 1-ші құймышақ омыртқаның көлденең өсінділерін өзара жалғастырушы болып табылады. Бұл байлам омыртқалардың тікелей жалғасы ретінде есептеледі. Екінші байламы бұл бізде сегіз көз құймышақ алдыңғы байламы, лигаментум сакрокосигум вентрали немесе лигаментум сакрокосигум антериус деп те кездеседі. Бұл омыртқаны бойлай орналасқан алдыңғы бойлық байламның тікелей жалғасы болып саналады. Бұл байлам құймышақтың ұшына қарай бір-бірімен өзара айқасып орналасады. Келесі байлам бұл бізде сегіз көз құймышақ буынының артқы бетке байламы деп аталады. Лигаментум сакрокосига дорзали суперфициали деп аталады. Бұлар омыртқа денесінің артында бойлай орналасқан байламның тікелей жалғасы болып саналады. Және де құймышақтың артқы бетінен және де сегіз көз өзекшесі каналис сакралистің артқы бетін жауып орналасу қызметін атқарады. Және де бұл байлам омыртқаның сары байламына ұқсас болып келеді. Келесі дәл осының терең қабатында бізде лигаментум сакрокосигум дорзали профундум, яғни артқы сегіз көз құймышақ терең байлам орналасады. Ол да сегіз көз омыртқа денесінің артқы бойлық байламның тікелей жалғасы болып саналады.